Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз тапсырмаларды орындауды жалғастырамыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, поделиться деген батырманы басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Яғни бүгін 121-ші сабақ 9-шы тапсырмадан бастап орындаймыз. Берілген мәтінді оқимыз. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Қыста жоғары көтеріле алмай, төменде болатын күн енді өрмелеп төбеге шығады. Осынау шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп ұзын сары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең, ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Яғни наурыз туралы мәтін берілген. Енді тапсырмаларын орындайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап беруіміз қажет. Мысалы, мынандай сұрақтар. Наурыздың ерекшелігі қандай? Наурыз, яғни ол жыл басы, наурызда күн ұзарады. Көктемнің шуақты күнін халқымыз қалай атаған? Ұзын сары. Наурыз мейрамы қашаннан бері тойланып келеді? Бұл мейрам ежелден бері тойланып келе жатыр. Яғни ол тек қана біздің қазақ халқына емес, Орта Азия халықтарына, түркі тілдес халықтарының барлығына ортақ мейрам десек те болады. Мәтінде ұзын сары сөзі нені білдіреді дейді. Ұзын сары сөзі наурыздың ұзақ шуақты күні. Мәтінге ат қояйық. Жай ғана наурыз, не болмаса наурыз жыл басы, наурыз мерекесі дегенде тақырыптар қойсақ болады. Наурыздың жыл басы болу себебі неде деп ойлайсың? Наурыз айында күн мен түн тең келеді, және күн жылынып, қыстан аман есен шыққан халық бір-бірімен көрісіп қауышады. Жаңа өмір, жаңа жыл басталады. Наурыз мерекесінде қазақ үйлер тігіліп, қазіргі кезде ұлттық ойындар ойналып, наурыз көже және басқа да ұлттық тағамдар пісіріледі. Бұл мейрамды қазақ елінде барша халық болып атап өтеміз. Оған өздеріңіз де куәсіздер. 10-шы тапсырма. Сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады, түн қысқарады. Наурыз ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз. Яғни дұрыс нұсқасы төбенде беріліп тұр. Енді осы мәтіндегі жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемге айналдырып жазуымыз қажет. Және сызықшаның қойылу себебін түсіндір деген тапсырма. Жалаң сөйлем дегеніміз, онда жаңағы сөйлемнің тұрлаулы мүшелері ғана болады, ал жайылма дегенде тұрлаусыз мүшелер де болады. Яғни күн ұзарады, түн қысқарады. Екінші сөйлемді жалаң сөйлемге айналдыратын болсақ, келесі наурыз мейрам. Мінекей осылай болады. Бастауыш пен баяндауыштан ғана талдайтын болсақ, осы сөздерді ғана алатын боламыз. Енді сызықшаның қойылу себебіне келетін болсақ, бастауышта, баяндауышта атаулы тұлғалы зат есімде тұрғандықтан, наурыз жыл басы дегенде сызықша қойылып тұр. Келесі сөйлемде де дәл солай. 11-ші тапсырма. Сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдауымыз қажет. Мұқият болайық. Алдыңғы сабақта да мен талдаудың реттілігіне біраз тоқталып кеткен болатынмын. Оқиық бірінші сөйлемді. Наурыз тойының мақсаты халыққа тоқшылық, молшылық тілеу. Не істеу? Тілеу, баяндауыш. Не мақсаты? Бастауыш. Нені тілеу? Тоқшылықты, молшылықты тілеу. Д деген жаңағы біздің табыс септігіміздің жалғауы жасырын тұр бұл жерде. Кімге? Халыққа. Толықтауыш болады ол да. Ненің мақсаты? Наурыз тойының мақсаты анықтауыш болады. Сол үшін қазан наурыз көже жасайды. Не істейді? Жасайды. Нені жасайды? Наурыз көжені жасайды. Бұл жерде де табыс септігінің жалғауы жасырын тұр. Қандай? Қазан анықтауыш. Не үшін? Сол үшін. Бұл пысықтауыш болады. Енді наурыз көже неге бастауыш емес деген сұрақ туындайды, сендерде? Наурыз көже жасайды деп. Мұқият сөйлемнің мазмұнына қараймыз. Етістік іс-әрекет, яғни жасайды. Наурыз көжені кім жасап тұр? Көже өз-өзін жасамайды ғой,
яғни бұл жерде бізде бастауыш жасырын тұр. Сол себепті де кім, не деген сұраққа жауап беретін сөздердің барлығы бірдей сөйлемде бастауыш бола бермейді. Сол үшін сөйлемнің мазмұнына мұқият назар аудару қажет, яғни сөйлемді дұрыстап түсініп оқу қажет. Енді наурыз көже 7 тағамнан жасалатынын білесіздер, иә? Мысалы, су, тұз, сүр ет, бидай, айран, құрт, тары. Әр өңірде тағы да мысалы басқа дәнді дақылдардың түрін қосып жатады. Әр өңір әр түрлі дайындайды. Сондықтан да мына нұсқа дұрыс, ана нұсқа дұрыс емес деп тағы айта алмаймыз. Әркім өзіне ұнаған түрін жасайды. Бірақ ішінде ең басты қосылатын қоспаларымыз бұл сүр ет, тұз, су, кейбіреулер сорпасын қосып жатады жаңа пісірген еттің, құрт, не болмаса жаңағы бидай, тары, басқа да дәнді дақылдарды қосып жатады. 12-ші тапсырма: суреттегі зат атауларының алғашқы әріптеріне тор көзге жазып, қандай сөз шыққанын табуымыз қажет, және ол туралы өз ойыңды айт дейді. Нан, алма, уық, радио, ыдыс, зырылдауық берілген, иә, сіздерде оқулықтарыңызда. Сонда басқа әріптерін алатын болсақ, наурыз деген сөз шығып тұр. Яғни біздің бүгінгі өтіп жатқан тақырыбымызға сәйкес. Енді наурыз мерекесі туралы өз ойларыңызды айта аласыздар деп ойлаймын. Қаншама ақпарат айтылып жатыр. Бағанадан бері наурыз мерекесінде ұлттық ойындар ойналады деген мысалы мен бір сөйлем алдым. Осындай сөйлемге енді синтаксистік талдау жасауымыз қажет. Сіздер кез келген сөйлем жазсаңыздар болады өздеріңіз. Не істелді? Ойналды. Нелер ойналды? Ойындар бастауыш болады. Қандай ойындар? Ұлттық ойындар анықтауыш болады. Қашан? Наурыз мерекесінде. Бұл балалар пысықтауыш болады. Мінекей 121-ші сабақта берілген тапсырмаларды орындап болдық. Сөйлем мүшелеріне талдау сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Басқа тапсырмалар өйткені күнделікті орындап жүрген тапсырмалар ол да өте қарапайым тапсырмалар. Тек қана осы талдауда сәл жаңағы сіздерге қиындық туғызуы мүмкін. Сондықтан да осы талдауда өте мұқият болыңыздар. Егер бір сөйлем мүшесін дұрыс таппайтын болсаңыздар, қарапайым баяндауыш пен бастауышты дұрыс анықтамайтын болсаңыздар, онда сіздерде барлық сөйлем қате талданып кетеді. Әзірше бүгінге берілген тапсырмалар осы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар достар.